Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Жақсы, отырыңыздар. Бүгін енді алдымен шаттық шеңберін құрып сабағымызды жақсы бір көңіл күймен бастайықшы, солай ма? Тез шаттық шеңберін құрамыз. Ал оқушылар, өзіміздің сенімімізді арттыру мақсатында өзіміздің ең жақсы қасиетімізді ортаға салатын боламыз. Мысалы, мен өте тапқырмын деген сияқты өздерінің бір жақсы қасиеттерімізді ортаға салайық. Қане айта жаңа? Мен өте білімді қызбын. Мен өте ақылды қызбын. Мен қамқор. Мен өте көңілді қызбын. Мен өте әдемі қызбын. Мен өте ақкөңіл қызбын. Мен алғырмын. Мен қамқоршымын. Мен білімді қызбын. Мен әдемімін. Мен өте пысық қызбын. Ал оқушылар, мен үйге хат жазу берген болатын, солай ма? Кеше біз оқыған әңгімемізден бір ой көкейімізде қалды, бір кейіпкерге хат жазғымыз келген болатын. Олай болса, әр топтың бір топ басшысы тез арада хаттарын маған жинап әкеледі. Мен мынаны оны өзіміздің хат салғышқан жерімізге саламыз. Тезде жинап әкелеміз. Міне Жанардың тобының хаты келді. Поштаға салып жібереміз. Міне Мерейдің тобының хаты келді. Дінмұхамедтің тобының хаты келді. Міне енді Гаухардың тобының хаты келді. Ал енді біз үшін қызық қой, бір хатты оқып көрейік, үй тапсырмасын. Қалғанын мен үйде оқып бағалайтын боламыз сіздерді. Қандай жазған екендерін. Үсенбай Мерейдің хатын оқимыз. Сәлем Сержан, сен уайымдама. Сен бәрібір Алматыға барасың. Анаңды сағынғаныңды білеміз. Әлі анаң екеуің бақытты өмір кешесіңдер. Сәлеммен Үсенбай Мерей дейді. Мына осындай кішкентай ғана лебізін білдірген хат жазған екен. Хат сауатты жазылған, өте жақсы. Ал оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы осы Тынымбай Нұрмағамбетовтің анасы сағынған бала деген кеше оқып келдіңіздер, уәде деген бөлімін өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсады балалар, әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау, түсіну жауап беру бойынша кейіпкерлерді шынайы өмірмен байланыстырып бағалау. Сабақтың мақсаты түсінікті ме балалар? Иә. Біз кейіпкермен жұмыс жасаймыз және сюжетімен жұмыс жасаймыз. Ал енді мен жаңа сабақты түсіндіру мақсатында бір кішкентай ғана диалогты алып келдім. Сен мені бұл жолы Алматыға кетпей-ақ қой деді, қомсырайып тұр. Әңгіменің қай жері бұл? Әңгіменің қай жері? Алжанбек ең соңы деп айтып жатырсыз. Дұрыс жауап, жақсы. Енді келесі диалогқа қараймыз. Өзін Алматыға ала кетсем қайтер еді? Оны қайтесің? Бейнет қылып дейді Балмағамбет. Барған соң оны Күміскүл сізден үйден алып кету керек. Сонан соң қыз жұмысын істемей ме? Әлде мұны бағама деді Мейіркүл. Бұл әңгіменің қай жері оқушылар? Ортасы. Қол көтереміз. Ортасы, я. Дәл осы жерде диалогтан кейін не болмай қалды балалар? Мына диалогтан біз бүгінгі тақырыппен байланыстырыңдаршы. Мына диалогтың тақырыпқа қандай байланысы бар? Қолымызды көтереміз. Кәні Айбек айда ғой. Осы диалогтан кейін уәде орындалмай қалды. Уәде орындалмай қалды. Себебі қарсылық кімнен болды? Атасы мен әжесінен. Дұрыс. Балмағамбет атасы мен Мейіркүл әжесінен болды. Тынымбай Нұрмағамбет қайда дүниеге келген? Ал Рита айда ғой. Өте жақсы. Алғашқы жинағы қай жылы қандай атпен жарық көрді? Алғашқы жинағы Жанар айда ғой. 1971 жылы Қауын иесі атты шығармамен жарық көрді. Өте жақсы жауап. Әңгіме бұл жерде қалай берген? Ретті қараңдаршы тақтаға. Ауысып берілген. Сонда біріншісі қайсы екен? Екіншісі. Қол көтереміз ал оқимыз. Кәні қой. Диана оқып қара. Есмағамбеттің 4 жылдан кейін келуі. Ауылына келуі. Жақсы. Оқиғаны солай бастады. Оқиғаның
Ең бірінші әңгіменің басталуы, одан кейін Мерей жауап беремін. Балалардың бақшадағы ән айтуы. Баланың бақшадағы ән айтуы. Жақсы, одан кейін әңгіме қалай өрбиді? Дәптерге түртіп отырамыз, ақ жай оқи ғой. Есмағамбеттің Сержанмен танысуы. Танысуы өте жақсы. Одан кейін не болды? Тағы да қол көтереміз. Тілектес жауап береміз. Баланың анасы мен әкесі туралы Әңгімесі. Жақсы, дұрыс жауап. Міне, біліп, түсіну тапсырмаларын өте сәтті орындап шықтық. Біз стандарттық деңгейді меңгердік бұлым бойынша. Енді алған білімімізді не істейміз оқушылар? Қолданамыз, дұрыс айтасыздар. Қолдану тапсырмасына қараңыздар. Енді біз мықтырақ, дәлдірек жауаптарымыз маңызды рөл атқарады. Есмағамбеттің орнына өзіңді қой, уәде туралы өз ойыңды тұжырымдап айт дейді. Кім айта алады? Кәне? Жанар айтады екен. Біз уәде берсек орындауымыз қажет. Уәде өте маңызды сөзіміздің бірі. Егер де біз өз уәдемізді беріп алып орындамасақ, біздің бұл әрекетіміз адамгершілікке жатпайды. Сондықтан уәдеге беріп болайық. Уәдеге беріп болайық. Енді осы жерде Есмағамбет уәдесін орындай алмай қалды ғой. Мына жерде дескрипторымызда біз Есмағамбетті ақтап шығуымыз керек еді. Ойлана беріңіздер. Жанар дәптеріңіздің тұсына өте жақсы жауапты 3 деген ұпайын қойыңыздар. Енді 9-шы тапсырмаға қараймыз. Тақтаға назар салыңыздар. Бір суреттер берілген. Енді мына әңгімені біз оқып болып қояр, уәдені түсіндік. Әңгіменің қай бөлігін өзгертер едіңіз? Не себепті дейді? Әңгіменің бөлімдері сурет арқылы беріліп тұр. Кәні бәріміз өз ойымызды ортаға салуға. Кәні Жанбек айтып көр, 3-4 сөйлемдік өте ықшамды. Бұл жерде мен басын өзгертер едім. Оны Есмағамбет келмей, шын уәдесі болмай қалды. Әңгіменің басындағы Есмағамбетті ауылға алып келмейтін едім. Өйткені баланың көңіліне сондай қаяу түсті, уәде орындалмай қалды. Тілектес қай бөлігін өзгертер едіңіз? Мен бұл әңгіменің соңын өзгертер едім. Мысалға, Сержан ұйықтап жатқан кезде, ұйықтап тұрған кезде анасы қасында отырады. Анасы тосынсый болып келіп қалған екен. Тағы қандай нұсқалардан қай бөлігін өзгертер едіңіз? Гаухар айтып қараңыз. Менде әңгіменің соңғы бөлігін өзгертер едім. Басында ата-әжесі келісім бермесе де, бірақ соңында баланың қайырғанын көріп, атасы мен әжесі келісімін беріп, Есмағамбет оны Алматыға алып кетеді. Сөйтіп, олар анасымен қауышады. Ал құрметті алғырда менің байқампаз шәкірттерім, біз талдау бөліміне келіп жеттік. Талдауда біз сюжеттік талдау жасаймыз, теориямен жұмыс жасаймыз. Қазір дәптермен жұмыс жасау керекпіз. Оқиға қалай басталды? Кәне кім айтады? Кәне. Өте жақсы жауап. Ал Ақжайық айта ғой. Есмағамбеттің ауылға 4 жылда келуі. Жақсы. Оқиға қалай дамыды? Мәрден жауап бере ғой. Баланың бақшада ән салып отырғаны. Жақсы. Оқиға қалай шиеленісті? Бер. Уәде беру. Яғни уәдемен, уәде берді. Қандай уәде берді? Алматыға Баруға келді. алып кетемін деп уәде берді. Оқиғаның шарықтау шегі қай жерде? Ал Мерей айта ғой. Сержанның Алматыға бармауына ата-әжесінің рұқсат бермеуі. Қарсы болуы, я? Ал оқиғаның шешімі не болды? Сержан Алматыға бармауы. Өзі бармауға шешім қабылдады. Өте жақсы. Дәптерлеріңізде дәл осылай түскен болса, тексеру бағасына 3 дейміз. Өте жақсы. Олай болса, оқушылар, жауаптарың өте қонымды, жақсы жауап болды. Ал ендеше соңғы тапсырмамыз оқушылар, бүкіл алған білімімізді жинақтап, топтық жұмыс жасаймыз. Топ болып отырып, осы отбасындағы құндылықтарды біле білдіге, ананың рөлі қандай, әкенің рөлі қандай, ата қандай болу керек, әже қандай болу керек екенін сын көзбен қарайтын болдық. Кейбір атаға лайық емес қылықты да байқап қалдық. Ананың баланың көңіліне қаяу салатын тұстарын байқап қалдық. Енді осыны біз атаны қалай түсінеміз өмірде, әжені қалай түсінеміз,
постер етіп топпен жұмыс жасаймыз. Біздің постерге ананың суретін салу берілген болатын. Біз ананың суретін салдық. Біздің отбасымызда ананың орны өте ерекше. Ана өміріміздің мәні, ана ақылшымыз, жақынымыз. Және анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді емес пе? Ана қамқоршымыз, ана аяулымыз, және мейірімдіміз. Шіркін, анаға ешкім жетпейді ғой. Өте жақсы жауап екен, е? Ал әкені қалай қорғады екен екінші топ? Әке асқартау. Әке қамқоршымыз, ақ көңіл, еңбекқор, бізден ештеңе аямайды. Жақын, уайымшыл, бізге мейірімді болып жүреді. Көпті көрген, дана. Өте жақсы. Бізге біздің топқа, яғни үйдің үлкені ата туралы жазуға берді. Ата бізді көпті көрген, ақылды, балажан, мейірімді, данагөй, қамқор, бауырмал, үйдің үлкені, ақылды, шыншыл. Атаны солай берді. Бізге әжені қандай екенін жазуға берді. Әже ол мейірімді, ақылды немересін күнде қарсы алдынан күтіп алатын адам. Әже деген сөздің өзі ғанибет. Ол әлемдегі ең қымбат адам. Себебі оның немерелері, балалары, жиендері бар. Әже деген мейірімді, ақ көңіл, көптеген нақыл сөздерді біледі. Сол білген нақыл сөздерін бізге айтады. Әже деген өмірдегі бақытты адам, ешқашанда ауырмасын нақыл адам. Мен сізге осы өлеңді арнайын, мәңгілік жүрегімде қалғайын. Әже ақ көңіл, мейірімді, түнде ұйықтарда бізге ертегі әртүрлі аңыздар айтып береді. Әже дегеніміз әкемнің анасы, ал нағашы әже дегеніміз анамның анасы. Ол бізді баққан адам. Әже әкеміздің анасы, әже мейірімді. Оның білмейтін заты жоқ. Ал егер оны білген заттарының бәрін бізге айтады. Өте жақсы. Мұна Мерейдің тобы жұмысты өте жақсы жасаған екен. Топ белсенді болып отырмаған мен мұна жазуға келгенде үндемей жазатын күшті топ екен, жазушы шығатын ақын қыз бұл. Өте жақсы. Топтарға марапат береміз. Өте жақсы. Міне осымен біз сабағымызды қорытындылап болдық. Ұпайларымызды есептеп жатырмыз, е? Егер де біз 24, 25, яғни 16-дан бастап 25-ке дейін ұпай алған болса, өте жақсы деген сөз. Яғни біз бүгінгі бағамыз 5 деген сөз. Егер 16-ға дейін, яғни 10 мен 15-дің арасында ұпай жинаған болса, біз 4 деген бағаны алдық. Егер 8 бен, яғни 7, 8, 9 деген ұпай алсақ, біз әлі талпыну керекпіз. Дегенмен біз стандартты болу бойынша меңгердік, бағамыз орташа деген сөз. Ал тезірек есептейміз. Кім ұпайларын алды, маған қазір айтамыз. Ал үйде тапсырма жазып аламыз. Бір ойымыздан, қиялымыздан осындай әңгіме құрап келеміз. Яғни анасын сағыну туралы болса да, уәде туралы болса да болады. 150-170 көлемінде шағын әңгіме жазып келеміз. Және үй тапсырмасын маған ұялы телефонда WhatsApp-пен жібереміз. Гаухар неше ұпай алдыңыз? 24. Өте жақсы. Диана неше ұпай алдыңыз? 23. Өте жақсы. Айзада? 24. Өте жақсы. 23. Өте жақсы. 4 кім алды екендар? 16-ға дейін кім алды? 15 алдың, жақсы. Қайсар 15 ұпай алдың, жақсы. Осымен сабақ аяқталды. Қанша алдыңыз кешіміз? 15-4 деген бағаны. Дінмұхамед неше алдыңыз? 18, жақсы. Ал үй тапсырмасы түсінікті болса, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.